Бір ел, бір кітап 2024 республикалық акциясы бойынша қазақ прозасына өзгеше өрнек, ғажайып сыр-сипат әкелген көрнекті қазақ жазушысы, балалар әдебиетінің бәйтерегі Бердібек Ыдырысұлы Соқпақбаев шығармалары жаппай оқуға ұсынылды. Сонымен қатар биыл Бердібек Соқпақбаевтың 100 жылдығы ЮНЕСКО-ның атаулы күндер күнтізбесіне енгізілді. Қазақстанда бір ел, бір кітап республикалық акциясы Қазақстан Республикасы Мәдениет министрлігінің қолдауымен, Қазақстан Республикасы ұлттық академиялық кітапханасымен, Қазақстан Республикасы кітапханашылар ассоциациясы бастамасымен 2007 жылдан бастап өткізілуде. Көрнекті қазақ жазушысы, балалар әдебиетінің классигі Бердібек Ыдырысұлы Соқпақбаев 1924 жылы 15 қазан күні Алматы облысы Нарынқол ауданы Қостөбе ауылында дүниеге келген. Бердібек Соқпақбаев ең алдымен балалар жазушысы. Балалық пен жастық оның барлық кітаптарының негізі. Соқпақбаевтың шығармалары негізінен автобиографиялық болып табылады. Шығармашылық жолын балаларға арнап, өлең жазудан бастап, Лениншіл жас, қазақ пионері, пионер журналдарында басылып тұрды. Жұлдыз, Балдырған журналдарында қызмет атқарды. 1952-1970 жылдары Қазақстан жазушылар одағында түрлі қызмет атқарды. Шәкен Айманов атындағы Қазақфильм киностудиясында редактор болып жұмыс істеді. Қазақ кино өнерінің алтын қорына енген «Менің атым Қожа» фильмінің сценарийін жазды. 1963 жылы экранға шыққан бұл туынды қазақ кино өнерінің бойтұмарына айналды. 1967 жылы балалар мен жас өспірімдерге арналған фильмдердің Канн қаласында өткен халықаралық фестивалінде «Менің атым Қожа» фильмі арнаулы жүлдеге ие болды. Фильмнің шыққанына жарты ғасырдан асса да, көрерменін әлі жалықтырған жоқ. «Менің атым Қожа» балалық шаққа саяхат повестері балаларға арналса, «Бозтөбеде бір қыз бар» жас өспірімдерге, «Өлгендер қайтып келмейді» романы ересектерге арналып жазылған. Бердібек Соқпақбаевтың барлық туындыларында оның шығармашылығының қайнар көзі халық өмірінен бастау алғаны сезіледі. Жазушының бейнелеу қабілеті өте бай. Ол өз кейіпкерлерінің портретін шебер суреттеп, әрқайсының өзіне тән тілде сөйлете білген. Кейіпкердің ішкі күйзелісі мен ой-пікірлері жазушының басты көркемдік әдісі болып табылады. Бір ел, бір кітап республикалық акциясы аясында 2024 жылы таңдалған көрнекті қазақ жазушысы Бердібек Соқпақбаевтың шығармаларын бірге оқиық.